Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі тақырыбымыз Абай ұлы ақын. Абай великий поэт. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Балалар әдеттегідей жаңа сөздерге назар аударамыз. Өмір, жизнь, шығарма, произведение, әлем, мир, аударды, переводил, ірі, крупный, өлең, стихотворение. Обратите внимание на окончание. Бұл жіктік жалғауы, это личное окончание. Мен өлең жазамын. Я пишу стихи. Сен өлең жазасың. Ты пишешь стихи. Сіз өлең жазасыз. Уважительная форма. Вы пишете стихи. Ол өлең жазады. Он или она пишет стихи. Мен қазақ тіліне аудардым. Я перевела на казахский язык. Сен аудардың. Сіз аудардыңыз. Ол қазақ тіліне аударды. Жазамын. Жуан сөз, твердое слово. Добавляем твердое окончание мон, сын, сыз, ды. Жақсы балалар. Енді оқылым айтылым тапсырмасы. Бұл Абай Құнанбайұлы, қазақтың көрнекті ақыны. Ұлы ақын, великий поэт. Өлең жазды, писал стихи. Қазақ тіліне аударды, переводил на казахский язык. Ұлы ақынның шығармалары, произведение великого поэта. Ақын өмір, табиғат туралы өлең жазды. Абай писал стихи о жизни, природе. Оның өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Его стихи переведены на 33 языка. Балалар мына стим арқылы YouTube каналға өтіп, бейне жазбаны көреміз. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ойшылы, ағартушысы, ақыны. Абай қазақ әдебиетіне реалистік сипатпен жаңа мазмұн берді. Адамзаттық ой санаға терең із қалдырды. Абай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Ол бала күнінде ескіше хат таниды. Кішкентай күннен халықтың ауыз әдебиетіне қанып өседі. Ел ішіндегі ақын жыршылардың, шешендердің әңгімесін елте тыңдайтын зеректігімен ерекшеленеді. Абай 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне түсіп, білім алады. Ақынның араб, парсы тілін меңгеруі шығыс ақындарын оқып, шығыс әдебиетіне еркін бойлауына ықпал етеді. Абай шығыс ақындарының шығармаларын танумен ғана шектелмей, өзі сол үлгіде өлеңдер жазған. Ол шығыс әдебиетінен төл әдебиетімізге зор жаңалық алып келді. Бұлардың бірі уәзін өлең үлгісі. Ақын өлеңдерінде бұл үлгі еркін қолданылады. Шығыс шайырларының нәзирагөйлік дәстүрінде де поэма жазған. Абай медреседе оқи жүріп, орыс мектебінен де дәріс алған. Өз бетінше Семей кітапханасындағы орыс классиктерінің шығармаларымен танысады. Саяси көзқарасы үшін Семейге жер аударылған Михайлис, Долгополов, Леонтьев сынды орыс демократтарымен араласуы, орыс тілін жете меңгеріп, рухани толысуына мүмкіндік туды. Ол тек орыс ақындарының ғана емес, Еуропа қаламгерлерінің, ойшылдары мен ғұламаларының еңбектерімен терең таныса бастайды. Шығыс әдебиеті мен батыс әдебиетінен жиған білімі Абайды кемелдендіреді. Әкесі Құнанбай ұлын ел билеу ісіне араластыру үшін оқуын аяқтатпай елді алдыртады. Абайдың ел ісіне ерте араласуы, ру арасындағы талас тартыстың байыбына барып, оқиғаға өзінше баға беруіне, өзіндік сын пікірінің қалыптасуына ықпал етеді. 1876-1878 жылдар аралығында Абай Қоңыркөкше еліне болыс болып сайланады. Жер дауы, жесір дауы, ел ішіндегі талас тартыстарды әділ шешуге күш салады. Әкімшілік құқықтық реформаларға атсалысады. Абайдың өлең жазуға ден қойған кезеңі де осы аралық. Абай шығармаларының көпшілігі қазақ қоғамының тағдырына арналады. Ақын халқының бүкіл рухани қатынасына терең көркемдік, шыншылдықпен қарайды. Ескілік әдет, билеуші топтың азғындық мінездері ақын шығармаларында аяусыз шенеунікте, қараңғылық, мұқтаждық пен жоқшылықта өмір сүрген
бұқара халықтың қоғамдық қалпына көзқарасын айқын сездіреді. Шығармаларының ендігі бір тобында енжарлық пен жалқаулықты қатты түйреумен бірге ақылы, бойында қуаты бар адамға қажетті қасиет ретінде еңбекті сүюшілікті насихаттайды. Оқу білім тақырыбындағы өлеңдер Абай шығармаларында үлкен бір шоғырды құрайды. Оқуға шақыруда Абай жалаң уағызбен айтпайды. Қоғамды қайта құруда, адамды қайта тәрбиелеуде, білім алып, оқудың маңызын айта келе, аянбай оқуға ұмтылу керектігін шығармаларында баса көрсетеді және сол жолды мақсат етіп қоюды ұсынады. Қазақ әдебиетінің өркендеуі үшін Абайдың аудармашылық жұмысының маңызы зор. Шығыс үлгісіндегі шығармалар мен батыс ақындарының туындыларын аударып, халық ойы мен арманын неғұрлым өткір, терең, нәзік түрде жеткізу үшін тілді байытып, жаңа қолданыстар енгізіп, халық жыршылары айта алмаған, бірақ халық санасында жүрген ойларды айтады. Абай Құнанбайұлы қазақ әдебиетіне поэтикалық қуат бітіріп, классикалық әдебиет деңгейіне көтерді. Абай шығармашылығы өз заманының, тіпті бүгінгі күннің де шындығын танып білуге негіз болатын рухани жәдігер. Ол өз дәуірінің шеңберінде ғана қарастырылатын өткінші дүние емес. Заман ауысып, уақыт озған сайын қоғамдық ой санаға әсері арта түсіп, өркендеп, дамып отыратын асыл мұра. Жақсы балалар, біз бейнежазба арқылы Абайдың өмірі мен шығармашылығымен таныс болдық. Жизнь и творчество Абай Құнанбайұлы. Балалар, енді жазылым тапсырмасына кезек берейік. Екінші тапсырма: қажетті қосымшаны жалғап жаз. Добавьте нужное окончание. Мысалы, үлгі, образец, әлемнің тілдері. Қажетті қосымшаларды жалғап, сауатты жазамыз. Оқылым айтылым тапсырмасы: мәтінді оқы, өзің қалаған үш сөйлемге сұрақ қой. Прочитайте текст, задайте вопрос на 3 предложения. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Абай Құнанбайұлы великий казахский поэт и личность. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай писал стихи о жизни, искусстве, образовании, природе. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Его стихи любят и читают казахский народ. Абай орыстың танымал, ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абай переводил на казахский язык стихи известных русских поэтов. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Произведения Абая переведены на 33 языка. Жақсы балалар, біз мәтінді түсіндік деген ойдамын. Енді үш сөйлемге сұрақ қойып көрейік. Мысал үшін, образец: Абай Құнанбайұлы кім? Абай Құнанбайұлы ақын, дара тұлға, великий поэт, личность. Ақын не туралы өлеңдер жазды? Абай өмір туралы, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Өмір, өнер, білім, табиғат дегеніміз қалай аударылады екен? О жизни, искусстве, образовании, природе. Жақсы. Үшінші сауал: Абайдың шығармалары әлемнің қанша тіліне аударылды? Неше тіліне аударылды? Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Есімізге мәліметтерді сақтап алайық. Енді мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастырыңдар. Продолжите диалог по содержанию текста. Үлгі, образец: Саша, сен Абай Құнанбайұлы туралы не білесің? Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, дара тұлға. Оның өлеңдері не туралы? Оның өлеңдері, балалар, кәне ойланайық, не туралы екен? Өмір туралы, өнер туралы, білім ғылым туралы, оқуға шақыру туралы, табиғат туралы, және әртүрлі тақырыптарды қамтиды екен. Осы тәртіп бойынша бұл айтылым тапсырмасын орындаймыз. Это устное задание. Жарайсыңдар балалар. Мұна қажетті мәліметтерді еске сақтап алайық. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Абай өмір, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай орыс ақындарының өлеңдерін
қазақ тіліне аударды. Абайдың өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Осы мәліметтерді есімізге сақтап, жаңа сөздерді қайталап, мәтінді оқып, мәтін бойынша диалогты жалғастырамыз. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.